Сәлеметсіздер менің алтын тыңдармандарым. Бүгінгі әңгімеміз махаббат. Мектепті бітіріп, үлкен өмірге қадам басқан шағым. Жасым 16-да болды. Белгілі бір себептерге байланысты колледжге түсіп, универге оқуға жолым болмады. Есесіне көп достар тауып үлгердім. Үлкен қалада болған соң, анам уайымдап, нағашы әпкем үйіне жатқызды. Басында жатақханаға жатпақшы болдым, бірақ үйдегілер қарсы болды. Оқудың алғашқы айлары қалаға, үлкен ортаға бейімделе бастадым. Ол кездері агент, друг вокруг деген болды ғой. Соларға үзбей кіретімін. Қолымызда 6300 маркадағы сол кездің ең хит телефоны. Группалас қыздармен жақсы қарым-қатынаста жүрдім. Бірақ ішінде ең жаныма жақын бір құрбым болды. Ол жатақханада тұратын. Кейде менімен бір әпкемнің үйіне қонып жүрді. Екеуміздің әңгімеміз таусылмайтын. Сабаққа ертемен келіп, кітапханаға жайғастық. Сабақтарымызды бір-бір қайталап болған соң, телефонымызға көз жүгірттік. Друг вокругке кірдім. Бейтаныс бір жігіт жазды. Бірден номерімді сұрады. Әдетте ондағы жігіттер басқаша оймен жазады ғой. Бірақ бұл жігіттің талпынысына таң қалдым. Бірден номерімді бердім. Бірден хабарласып, кітапханада отырып сөйлестік. Бір қызық айтайын, менің мінезім ермін-үзілеу болды. Даусым да жуандау, ал оның даусы жіңішке екен. Хабарласып сөйлеген уақытта құрбым екеуміз ішегіміз түйіле күліп алдық. Ол бірден телефонды қойып қойды. Аяны әбден мазақ қылып, оған қосыла мен де күліп, бір уақытта тоқтай сала ойландым. Құрсын, көңіліне тиіп қалмады ма екен, әлде мен жуан даусымды естіп, жүрексініп қалды ма? Неге қойып қойды? Сол күйі сабаққа кіріп кеттік. Оның друг вокругтен профилін ашып көрсем, жасы менен 8 жасқа үлкен екен. Үйленбеген, ой өрнегі бар ағаштан жасаған бұйымдарды салып қойғанына қарағанда сондайынан айналысады. Сол күні ол маған әлі хабарласпады. 2-3 күн өткен соң ол туралы іздестірдім. Қаланың шет жағында бір музейде қазан айының 24 күні қолөнер бұйымдарын көрсетеді екен. Ойланбастан сонда баруды шештім. Жаныма жақын 2 құрбымды ертіп алдым. Аяна мен Назым. Үшеуміз музейге кіріп аралап жүрміз. Ерекше бұйымдар, барлығы көзің жауын алады. Көруге тұрарлықтай. Өте әдемі бұйымдар. Көрсең көзің тоймайды. Әр салынған өрнектерге қарап, не деген биіктік, шексіздік, не деген құлшыныс деп таңырқап қарайсың. Менің де мұның бәрін шыдамым жетпесе істеуге. Аралап жүріп өзіміздің не үшін келгенімізді ұмытып кете жаздадық. Әлгі жігіттің друг вокругтегі суретіне қарап, оны іздей бастадым. Қарайған адамның ішінен оны табу қиынға соқты. Сонда да өтірік бұйым көріп жүргенмін. Жан-жаққа шолу жасап, көзбенен іздестірдім. Бір кезде тапқандай болдым. Қобалжып кеттім. Телефондағы суретке қарадым және көз алдыма тұрған бейнеге қарадым. Ұзын бойлы, арық келген, өңді, Нұрлан Еспановтың шашы сияқты бірақ. Оныкі қарағанда қаралау шашы бар. Басқаны қайдам өзіме ерекше көрінді. Оған қарап біраз тұрып қалдым. Жанымда Аяна мен Назым күмбірлеп бірдеңелер айтып жатыр. Түсінбей мен оларға қарап қалдым. Кенет Назым іздеп жүрген жігітіне басың айналып тұрғанда, оны сенен бұрын басқа біреу айналдырып жатыр. Демесі бар ма? Басында сендер де оны көрдіңдер ғой, я? Ұзын бойлы жігіт екен, сымбатты ғой, я? Дей беріппін ғой. Олардың сөзін елемегендей. Сонан оған қайта қарағаным сол еді, жанында арасында бір қыз тұр. Екеу кәдімгідей шүйіркелесіп, күліп, әңгіме айтып жатыр. Оларға тесіле қарап қалдым. Кәдімгідей ашудан жарылайын деп тұрмын. Бірақ неге? Ол жігітті танымаймын. Жай симпатиямен маған жаза салып, еще сөйлескендей де мазақ қылғандай әбден күлдік қой. Арамызда ештеңе жоқ. Өзіме бұл сұрақтарды қайта-қайта қойдым. Тіпті не істерімді білмедім. Маған қарап тұрғанымды байқап, жанындағы қыз одан сайын оған қарай жармаса береді. Мен түк түсінбедім. Жүріп жүрген қызы шығар деп ойландым. Сол жерде тұрып, ол туралы барлығын іздестіре бастадым. Қызмен түскен фотосы бар болар деп, Instagram, VK, Facebook бәрін қарадым. Бірақ анасы мен әкесі мен басқасын ешкім көрмедім. Ол қызды көріп қызғаныштан өртеніп кетейін деп едім. Аяла мен Назым сәл күтейік, бір нәрсе болайын деп жатыр деді. Ортаға бір кісі шықты, түрі таныс. Ол екеуміз жасаған қолөнерлеріміз деп түрлі бұйымдар көрсетіп жатыр. Сөйтсем ол әлгі жігіттің әкесі екен. Өз әкесіне ұқсаған екен. Әкесі екеуі айнымайды. Бойлары ұзын, сымбатты.
Оларға қарап есім кетіп отырғанда әлгі қыз шошаңдап бір оның қасына барып қайта-қайта ашуымды туғызды. Ашуым шығып Назым мен Аянаға кетеміз деп кетіп қалдық. Автобусқа отырғанша үндемедім. Біреу сөйлесе айғайлап берейін деп отырмын. Ойлап отырғаным сол еді, кондуктор келіп сапрайыз береміз деп қайта-қайта айғайлап есімді шығарды. Өзім ашуым шығайын деп ішім қыз-қыз қайнап отырғанда, сонша неге айғайлайсың? Тегі мініп кетеді дейсің бе? Береміз 50 тиыныңды деп ашуымды шығарып бір жеңілдеп қалдым. Тағы басқа не айтқанымды білмеймін. Бәрі жан-жағымда маған бадырайып қарап қалған. Автобуспен әпкемнің үйіне Аялан ерді бірге түстік. Ал Назым өз үйіне кетті. Аяла жатақханада жалғыз өзі болғандықтан жаныма шақырды. Үйге келсек, үй бұғып жатыр. Әпкем жоқ, 3 баласы шағасы жылап жүр. Сырттарынан құлыптап кеткен. Маған хабарласып ескертпеген де. Кеткене біраз болған-ау, себебі балалар шошып қалған. Қарындары аш. Мен үйді жинадым. Аяла тез арада тамақ жасап жіберді. Балаларды тамақтандырып, өзіміз тамақтанып боламыз дегенше кеш те батты. Балаларды ұйықтатып, ыдыстарды жуып жатқанда есік ашылды. Әпкем мен жездем келді. Келе сала әпкем қуанып, сен келетінді білдім ғой, жұмысымен асығып шақырып қалып, зарядкам да өліп қалды. Саған хабарласа алмадым. Балалар ұйықтап қалды ма? Деді. Күндізгі ашуым басылмаған. Бірдеңе деп сөйлейін деп едім, Аяла қолымнан ұстап қалды. Сөйтті де, әпке, онымен еріп келгенің жақсы болған. Екі жақта барлығын жасап тастадық. Балалар ұйықтап қалды. Енді бірге сабақ орындаймыз. Бірігіп жасайтын презентациямыз бар. Мен мұнда сол үшін келдім, деді. Аяланы ерді басқа бөлмеге кірдік. Аяла төсек салып жүр. Мен болсам ызбайланып әлі отырмын. Бүгінгі күн мен үшін өте сәтсіз өтті. Екеуміз сабақ орындадық та бірден ұйқыға кеттік. Қатты шаршадым. Түн кенеттен соғылған қоңырау оятты. Сағатқа қарасам түнгі 3:45. Сәлем, деді. Таныс дауыс. Оның кім екенін іште сезіп тұрмын. Күні бойғы ашуымды тарқатқандай болды. Оның даусы құлағыма жағып барады. Екеуміз біраз әңгімелестік. Ол мені музейде күндіз байқаған екен. Бірақ мен оны көрді деп ойламадым.